Oğuzum бұл ашылды ұйықтайсың ғой бол. Неден бұл? Неден? Бұл мен күлгін нәрсе айтып отқан жоқ, ойланып жатсыз осы нәрсені. Неге ұйықтап қаламыз да біз? Енді қараңыз, мынаны ұстаймыз да ұйқы келмейді ғой. Аузыңнан суың ағып, шалдың да зina қылғанын, баланың да зina қылғанын бәрін көріп отырасың ғой. Мені қараңызда, харамнан болған нәрсе адамды неге алып кеп қояды? Үшінші нәрсе адам жыныстық қатынас. Жаңа біздің Абдулахат өте бір дұрыс айтып өтіп кетті. Қоғамда жыныстық қатынас, яғни зina деген нәрсе бұл модаға айналған бұл. Шариатта бұны өлтіру үкімі. Шариат үкімі бұны өлтіру. Қараңызда, күйеуі бар әйел жыныстық қатынас қылатын болса, әйелі бар әйелмен тасбаран қылып өлтіріп жібереді. Шариат аямайды бұны. Тасбаран қылып өлтіріп жібереді. Міне қазір ақырғы уақытта педофил деген бір бәле шықты. Педофил деген. Мен бүгін ғана оқыдым. 7 айлық қызбен зинақорлық қылыпты. Педофил. Соны екі қолын кесіп тастау. Оның екі қолын емес, оның басын кесіп тастау керек еді оны. Оның басын кесіп тастау керек еді оны. Осы педофил қаяқтан шығып жатыр? Неге жақыннан бері шығып кетті ол? Неге алдын жоқ еді? Міне мысалы біз да мектепте оқыдық, 87 жылы мектепте бітірдік. Бұл зina деген нәрсе болмаған. Yani құшақтап сүю деген нәрсе бар еді. Қазір көзі ашқан бала зina қылып жатыр ғой. Мектепте зina қылып жатыр ғой. Себебі кешегі біздің аталарымыз, олардың жүрегіне дін бар еді. Кеше советтің уақытында олар тәрбиеленген, бірақ оларда дін бар еді. Ұят бар еді, қараң, ұят бар еді, ұят, ұял. Мына обал болады деп қоятын. Мына ұят болады деп қоятын да, содан шығып өтпейтін. Міне осы ауылда төбелесіп өскенбіз біз. 40 төбелес болатын бұл ауылда. Аптасында 2 той болады, суббота воскресенье күні той болады. Сол күні 40 төбелес болады. Бірақ ешкім бір-бірінің үстінен жазбайтын, қамалмайтын. Неше адамның мұрны сынды, жағы сынды, талып қалды, ұйықтап қалды, бірақ бір-бірінің үстінен жазған емес. Бірақ сол дәрежеге келдік. Себебі сол уақытта мектептерде тәрбиеленген, балабақша тәрбиеленген адамдар қаяққа келді, қазір 50-ге 60-ға келді. Міне солардың тәлім тәрбиесіздігінен, имансыздығынан, олардың бір құрансыздығы, олардың бір мешітке бармағандығының ақыбетінен балдар сондай бір не болып кетті? Тәрбиесіз қалып қалды. Бала намаз оқымайды. Бала азаннан кешке шейін телефон шұқылайды, болды отырады. Жұмыс та істемейді ғой ол. Қараңызда, сонда бір зina дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Мына орыстарда бұл алдына осыдан мысалы 20-30 жыл алдын естігенбіз. Ағасы мен қарындасы бір-бірімен жата береді деп. Әкесі мен қызы бір-бірімен жата береді деп естігенбіз. Міне осы нәрсе бізге кіріп келді қазір. Осы нәрсе бізге кіріп келді. Бұл қашан кіреді? Бұл дінсіздік қаптаған уақытта кіреді. Қалай дінсіздік болады? Маған біреу айтады, сен дейді біреулердің үстіне киіміне қожайынсың ба дейді. Неге айта бересің дейді? Футболка киеді, шалбар киеді деп. Міне зina осыдан басталады. Зina осыдан басталады. Вала тақрабыз зина дейді. Зinaға жақындамаңдар дейді. Со шалбар кигізу, шалбар кию, трико кию, бұл зinaға жақындау бұл нәрсе. Қарасаң алдыңда лікілдеп ойнап тұрған екен, көзің ойнамай қайырың ойнайды. Оны қызың киіп жүр, оны қатының киіп жүр, оны келінің киіп жүр. Астағфируллах қараңызда. Адам мені осыдан тұтыр. Ола тақрабыз зина деді Аллах Субхана. Зinaға жақындамаңдар. Зinaға апаратын жерін бәрін жауып тастау керек. Міне жас балдардың жүріп атқан. Баяғыда бір жігіт айтып еді, спортсмен жігіт енді. Спортсмен жігіттер бәріңіз білесіздер, қолдары кетпенде қатты болады ғой. Бір жігітпен амандасып едім дейді. Жаман бір түрлі болып кеттім деп қояды. Мен айтым, неге бір түрлі болып кеттің деп. Қолы қыздың қолына ұқсайтын еді. Қазір неше жігіт көбейіп кетті. Қолы мінен аяқ. Бұл да зinaға алып келіп беретін нәрсе бұл. Еркек шора, яғни қазір мысалы еркек шора қатын көбейді. Қыздар не болып кетіп бара жатыр? Міне қыздардың төбелесінде шығарып жатыр, қыздардың бүтін барлық нәрсені. Негізі әйел кісі сол үшін жаратылған бет.
Endi qarаңыз, осы Ramazan ayında zinadan tıyılu. Qara, yani cinslik katnasdan tıyılu. Özünüzдің әйеліңіздің қолын ұстамайсыз. Әдемі, сұлу, рұқсат беріліп қойылған. Қалаған уақытта, бүгінгі күнде неше рет болса да сіздің ақыңыз бар сол әйелмен жақындасуға. Азанда болсын, әбетте болсын, кешке болсын, любой время онымен жақындасуға сіздің ақыңыз бар. Бірақ сол әйелге жақындамайсыз ғой. Қараңыз да, кімнен қорқасыз? Әкеңізден бе? Әкеңіз рұқсат беріп қойған, шешең рұқсат беріп қойған, бәрі рұқсат беріп қойған. Кімнен қорқасыз? Аллахтан қорқасыз. Қолын ұстаудан қорқасыз, жақындасудан қорқасыз. Құшақтап сүюге қорқасыз ғой. Негізінде мысалы шариатты, яғни ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тыйылуда, мысалы ішпейсіз, жемейсіз, енді әйеліңізді құшақтау рұқсат емес пе дейіледі. Жастарға рұқсат емес. Жастарға рұқсат емес. Сол сүюдің арқасында ертең жыныстық қатынас қылып қою мүмкін. Ол бір күнне 60 күн тұтып беру керек кейін. Енді жаңағы біздің Иса тәтемен құшағандарға құшақтап сүйсе бола береді ол. Ол оянбайды ол да ол. Кәрі шалдарға ғана мүмкін бұл нәрсе. Ал жастарға тыйылу. Демек қараңыз, өзінің әйелін осындай бір жыныстық қатынастан тыйылған адам зina қылу мүмкін ба? Vallahi мүмкін емес та. Vallahi мүмкін емес. Себебі адамзатты иман тәрбиеледі. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның алдына бір кісі келді. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам, мен зina қылып қойдым деді. Кет деді. Я Расулаллах, мен зina қылып қойдым деді. Кеттім деді. Я Расулаллах, мен зina қылып қойдым деді. Мені шариғаттың заңымен жазалаңыз деді. Міне мұсылмандар қандай болғанда? Мұсылмандар мен зina қылып қойдым деген апарды да беліне шейін көмді да тасборан қылып ұрып өлтірді. Мен шариаттың заңы. Өлтірді, оны көміп жіберді. Содан кейін бір әйел келді. Я Расулаллах, мен зina қылып қойдым деген. Кет деді. Жоқ деді, сіз менде ана еркек көсіп айдамаңыз деді. Мен екі қабатпын деді. Онда да бар туып кел деді. Шариат заңы сонда қатты болғанымен бұл адамилық дін екендігі осыдан білінеді. Бар туып кел деді. Қашып кетсе болады ғой. Бұны үкімі 14 жыл, 15 жыл, 20 жыл қамау емес, бұл өлім, бұл үкім. Өлім. Мен деген тақырбастарың бір жерді ұрып қойып, бір жерді тонап қойып, қашып жүр қазір. Өздерінше побег деп қояды. Шынымен еркексің бе, істедің бе, қылмысты барып мойында. Қараңыз да, міне мұсылман адам келді да, әйел кісіні қараңыз. Мен зina қылып бар туып келді. Ол туды да, туғаннан кейін келді. Сөйтіп енді бұны 2 жыл емізіп келдім. Тағын, құрып кету керек қой, өлімді еске алып, қараңыз да. Жоқ, емізілігі, яғни 2 жыл емізіп қылып келді, оны апарықта тасборан қылып өлтіріп жіберді. Сол үшін бұл ислам бүтін әлемге хақ дін болып келді, қараңыз. Қараңыз да, міне сол үшін ислам бұл хақ дін. Исламға ешкім қара көз жаға алмайды да, ешкім жаға алмайды. Сол үшін Аллах субхана ва тағала мынау ұлық айда баршамыздың қылған ибадаттарымыз қабыл қылсын. Аллах субхана ва тағала арақорлық, зинақорлық, парақорлық бәлелерінен бүтін халқымызды өз сақтасын. Әр қайсымыз үйдегі әйелдерімізге жауап берейік, оның орамалына, оның бұтындағы іштанына жауап берейік. Ей, еркексің ғой. Еркек деген әшейін құлағы салып айып үйіне кіріп шыға беретінді еркек дей бермейді. Еркек дептер өзінің әйеліне сөзін өткізе алатын, оны ұрып, жағын сындырып, қабырғасын сындырып емес, бәлкім оны өзінің әйелдік сипатымен жүргізе алатын еркек дейіледі. Біз мұсылманбыз. Біздің әйелдеріміздің басында орамал болу керек, бұтында іштаны болу керек, оның 5 уақыт намазы болу керек. Мұны одан кейін сіз білен біздің балдарымыз қандай тәрбиеленеді. Ертең атажан, анажан деп қызметіңізде әрдайым дайын тұратын бала болады иншалла. Не бір жігіттер бар, білеміз, енді намаз оқиды, бірақ әйелдері ашық-шашық беймалал жүре береді көшеде. Бешара бұл сондай бір еркектерге де жаның ашып кетеді кейбір кезде. Шынымен намазған жігіттер бар, олардың да сондай әйелдері бар. Бұдан сақ болу керек. Кейбір әйелдерді анау күйеулері ана алқаштар ұрып, жағын сындырып жатады, ұрып төбелеп жатады да. Жаңағы әйел бешері кетіп қалмайды, отанды сақтау үшін да. Отанын сақтау, үйін сақтау үшін не бір әйелдер бар да жүретін. Алхамдулилла, сол әйелдерге де дінді жақсылап түсіндіретін болсақ, иншалла біз жақсы болып кетеміз.